Сәлем достар, бүгін сіздермен песочный самсаның рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ заттарымызды салып аламыз. Разрыхлителімізді, ұнымызды және бір шай қасық тұз саламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз және де сливочный масламызды үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Оның үстіне сметанамызды салып барлығын жақсылап араластырып тесто дайындап аламыз. Дайын болған тестамызды жақсылап илеп аламыз. Холодильникке салып қоямыз 15-20 минутқа, немесе морозильникке салсаңыздар да болады. Қолымызға жабыспас үшін сливочный масламен илеген соң қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыз холодильникте мұздап дайын болғанша самсамыздың начинкасын дайындап аламыз. Ең алдымен фаршымызға пиязымызды майдалап турап саламыз және де оның үстіне тұз, қара бұрыш, самсаға арналған приправа қосып дайындасаңыздар болады. Осымен начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды майда бөліктерге бөліп аламыз дағына. Осылай шарик етіп қоямыз. Қамырымызды жайып шығып, оның үстіне начинкаларымызды салып, самсаларымызды түйіп шығатын боламыз. Түйіп болған самсаларымыздың үстін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Дайын болған самсаларымыздың үстінен күнжіт немесе мак сеуіп шығамыз. 200 градус пеште пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді самса болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.